Ағаш пен адам ғибратты хикая. Бір ауылда бір бала мен ескі алма ағашы өмір сүріпті. Бала күнде келіп ағаштың көлеңкесінде ойнап, бұтағына өрмелеп, алмасын жеп көңілді жүретін. Ағаш та баланы қатты жақсы көретін. Күндер өтіп, бала өсті. Енді ол ағашпен ойнамайтын болды. Бір күні ол ағашқа келіп, «Маған ақша керек, мектепке баруым керек» деді. Ағаш: «Менде ақша жоқ, бірақ алмаларымды алып базарға сат, сол ақшаңмен оқуға төлерсің» деді. Бала алмаларды жинап алып кетіп қалды. Ағаш бақытты болды. Уақыт өтті. Бала ер жетіп қайта келді. «Үйленгім келеді, үй керек» деді ол. Ағаш: «Менің бұтақтарымды кесіп ал, үйіңді сал» деді. Бала ағаштың бұтақтарын кесіп алып кетті. Ағаш тағы да бақытты болды. Бірақ енді ол тек діңі ғана қалды. Қартайған ағашқа айналды. Тағы жылдар өтті. Бала енді шал болды. Ол тағы келді. «Қазір маған ештеңе керек емес, тек шаршадым, отырып демалсам болды» деді ағаш. «Кел, менің қартайған діңіме отырып демал» деді. Шал отырды. Ағаш қайтадан бақытты болды. Ғибрат. Бұл әңгімедегі ағаш ата-ана. Бала — ол біз. Олар біз үшін бәрін береді. Бірақ біз кейде тек қажет болғанда ғана келеміз. Ата-анамыз барда қадірін біліп жүрейік, ағайын.